Сіздер ме құрметті менің Сарышаян белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін ақпан айына арнап сіздер үшін астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп отыр. Ең бастысы тоқталатын мәселе, осы айда ешқандай планета ретро болмайды. Яғни бізде ең соңғы рет қаңтар айының соңында Уран планетасы ретродан шыққан болатын. Жалпы Уран планетасы бізде шекара, шет мемлекеттер, басқа жерлер дегенге жауап береді. Сондықтан жаз айының соңынан бастап қандай да бір жерге бара алмай жүрген болсаңыз, немесе сізге жақындарыңыз, балаларыңыз, туыстарыңыз, анаңыз келе алмай жатқан болса, онда барлық шекаралар ашылады деген сөз. Ешқандай бір тосқауыл болмайды деген сөз. Жалпы сіздер үшін осы айда 4-ші домдарыңыз маңызды болады. 4-ші дом дегеніміз бұл сіздің тұрғылықты жеріңіз, тұратын жеріңіз, сіздің туған жеріңіз, сіздің отбасыңыз, анаңызға байланысты мәселелер алдыңғы жоспарға шығатын болады. Осы кезде кейбір адамдар өзінің туған жеріне барып келіп жатады, кейбір адамдар қоныс аударып жатады, басқа жерге, шет мемлекеттерге көшіп жатады. Әркімде әртүрлі жаңалықтар болып жатады. Жалпы ең бірінші аспект бізде 5-ші ақпан күні Меркурий планетасы 4-ші домдарыңызға кіретін болады. Осы айда көптеген планеталар соқиғыш белгісіне кіретін болады. Сізді шектеп тұрған, сізді оқшаулап тұрған нәрселерден босап шығасыз. Яғни мүмкін сіз осы уақытқа дейін уақытша жұмыссыз үйде отырып қалған болсаңыз, енді жұмысқа шығасыздар, немесе сіздер біраз уақыт жаңағыдай декретта отыруыңыз мүмкін. Мысалы, кейбіреулер денсаулығына байланысты, ата-анасының денсаулығына байланысты үйде отырған адамдар болса, қандай да бір сондай мәселелерден босап шығатын боласыздар. Одан кейін Меркурий бойынша бұл жерде сіздер қандай да бір жерге пропискаға отыруыңыз мүмкін, немесе вид на жительство, азаматтық деген сияқты жерге байланысты, үйге байланысты құжаттар рәсімдеуіңіз мүмкін, немесе сондай құжаттарыңызды дайындап алуыңыз мүмкін. Одан кейін 7-сі мен 8-сі күні аралығында бізде напряженный аспект болады. Бұл Уран планетасы мен күннің арасындағы квадрат аспекті. Енді бұл сіздердің 4-ші, 7-ші домдарыңыз болғандықтан, бұл жерде қандай да бір келісім шарттар өте қиын этаптан өтіп, өте қиын жолмен жүзеге асып жатады, немесе қиын жолмен жетістікке, сондай бір нәрсеге жетіп жатасыз. Мүмкін өте қатты қиналып, әрең дегенде үй табасыз. Мысалы, осы уақытқа жер іздеген болсаңыз, немесе жаңағыдай жалға алып тұратын бір жақсы үй іздеген болсаңыз, сондай бір напряженный бір мәселелеріңіз шешілетін болады осы кезде. Одан кейін мүмкін осы кезде сіздердің өзіңіздің партнеріңіз, сүйіктіңізбен қандай да бір напряжение болған болса, араларыңызда сондай мәселелеріңізді шешетін боласыздар. Одан кейін 10-шы ақпан күні бізде жаңадан ай туатын болады. Енді жаңа айда жаңа энергия деп айтамыз, жаңа қадамдар жасайды көп адамдар, жаңа бір этап басталады деп айтамыз. Қандай да бір жұмыстарыңыз болса, жоспарларыңыз болса, осы күнге туралап жасасаңыздар болады. Одан кейін осы 10 күні біз ұлу жылына кіретін боламыз. Яғни ұлу жылының бастамасы осы 10 күні басталатын болады. Енді жаңа ай сіздердің 4-ші домдарыңызда туғандықтан, сіздің отбасыңызға, жаңа айтып өттім ғой, тұратын жеріңізге, жалпы сіздің 4-ші домдарыңыз маңызды болады. Енді 4-ші дом болғандықтан, жаңа ай туғанда бір жаңа өзіңіздің отбасыңызға байланысты, тұратын жеріңізге байланысты жаңа бір шешімдер, жаңа бір қадамдар жасауыңыз мүмкін. Мүмкін сіз әке-шешеңіздің үйінен бөлініп шығуыңыз мүмкін, сіз мүмкін оқуға кетесіз, басқа жаққа кетуіңіз мүмкін, мүмкін сіз шетелге жұмыс істеуге кетесіз, немесе сіз бөлек пәтер жалдап тұрасыз, немесе бөлек үй аласыз, немесе сіз өзіңіздің отбасыңызға байланысты қандай да бір жаңа шешімдер қабылдайтын боласыздар. Жалпы отбасыңыз мәселесінде жаңа бір этап басталуы мүмкін. Одан кейін осы 4-ші домдарыңызға 10-ші күні Марс планетасы барып кіреді. Яғни Марс планетасы бұл бізде жаңағы давление, агрессияның планетасы деп айтамыз, энергияның планетасы деп айтамыз. Осы жерде сіздерге қандай да бір давление көрсетіп жатқан адамдар болса, мүмкін сіздің әке-шешеңіз өзі соны білмей тұрып, сіз қысым көрсететін болса, сіздер тез арада бөлек шығып, өзіңіз самостоятельный болып, жаңағыдай өзіңіздің
өміріңізді өз қолыңызға алу туралы шешім қабылдауыңыз мүмкін. Немесе керісінше сіз өзіңіздің балаларыңызға кішкене давление беруіңіз, қысым беруіңіз мүмкін. Сондықтан өзіңіздің осы жерде балаларыңызға деген қатынасыңыз қандай, қарым-қатынасыңыз сол туралы да кішкене ойланып, соған көз жүгіртіп көрулеріңізге болады. Үйде кішігірім жөндеу жұмыстарын жүргізуіңіз мүмкін, немесе осы уақытқа дейін отбасыңызға көп көңіл бөлмей, барлығын жаңағыдай әйеліңізге немесе кейбір адамдар ер адамға жүктеп қойып жатады. Сондай мәселелер болса, онда сіз осы мәселелер сіздің көзіңізге батып көрініп тұратын болады, және де сондай мәселелермен жұмыс істеп жаңа бір қадамдар жасайтын боласыздар. Осы күні бізде ауа стихиясы өте басым болады, сондықтан көп сөйлеуіңіз мүмкін. Осы күні артық сөйлеп қою қаупі бар, сондықтан Марс планетасының энергиясын тек жақсы жаққа қарай бағыттаңыздар. Яғни Марс планетасы бізде конфликтқа жауап беретін планета болғандықтан осы жерде кішкене абай болыңыздар, сол жерден өзіңіздің отбасыңызбен қатты конфликтқа түспеуге тырысыңыздар. Одан кейінгі келесі аспект бізде 16 ақпан күні болады. Бұл Венера планетасы 4-ші домға кіретін болады. Енді Венера планетасы бұл комфорт, адамның ақша мәселесі. Сіз осы кезде өзіңіздің отбасыңызға ақшаңызды жұмсауыңыз мүмкін, немесе өзіңіздің тұратын жеріңізге қандай да бір әсемдік, әдемілік, бір интерьерлық заттар алуыңыз мүмкін. Үйіңізге керекті, қажетті нәрсе алуыңыз мүмкін. Өзіңіздің жаңағы ұнатып жүрген нәрсеңізді алуы мүмкін. Именно үйіңізге байланысты. Одан кейін 17 мен 25 ақпан аралығында бізде 3 бірдей планета стелиум жасайтын болады. Яғни үшеуі бір нүктеде қосылатын болады. Бұл өте сирек болатын қосылыс. Бұл бізде ең соңғы рет 2022 жылдың ақпан-наурыз айында болған. Ито олар Тауишка белгісінің соңғы градусында қосылып алдыңғы 15-20 жылдық этапты жапқан болатын. Енді бұл үшеуі суқұйғыш белгісінің бастапқы градусында қосылатын болады. Мен естеріңізде болса алдыңғы видеоларымда айтып жүрмін, жаңағы Плутон планетасы ингрессия жасады деп суқұйғыш белгісіне. Міне сол үшеуі суқұйғыш белгісінің бастапқы 1-ші градусында қосылатын болады. Жаңа бір этап басталады, алдыңғы 15-20 жылдық этап. Енді бұл сіздердің 4-ші домдарыңыздың сферасына болады, яғни отбасы мәселесі, тұратын жер мәселесі, туған жер мәселесі, сіздің туған туыстарыңыз, түп тамырыңыздың мәселесі шешілетін болады осы кезде. Сондай мәселелер алдыңғы планға шығуы мүмкін. Одан кейін сіздің мүмкін басқа алыс жақтан бір туысқандарыңыз көшіп келуі мүмкін. Немесе сіз басқа жерге көшіп баруыңыз мүмкін. Или же сіз осы уақытқа дейін өзіңіздің туған жеріңізден алыс жақта тұрған болсаңыз, онда сіз көшіп келуіңіз мүмкін. Керісінше, яғни үйіңіздегі атмосфераны өзгертетін боласыздар. Одан кейін 19 ақпан күні күн планетасы 5-ші домдарыңызға кіретін болады. Яғни күн өзінің домына кіреді. Енді бұл жерде оптимизм болады, сіздерде өте керемет көңіл күй болады. Одан кейін өзіңізді барлық нәрсенің ортасында болғыңыз келуі мүмкін. Центр внимания дейді ғой. Сондай сезімді қалауыңыз мүмкін. Осы кезде бір внимание жетіспей тұрғандай болуы мүмкін да сізге. Одан кейін осы кезде сіздер басқа адамдардың ойын өзгертуге қабілетті боласыздар, яғни басқа адамдарды уговаривать етуге сондай бір қабілетіңіз пайда болады. Ойыңызға өте жақсы ойлар келетін болады. Көптеген армандарыңыз, бұрынғы бір есіңізге түсіп кетеді бір приятный моменттер. Одан кейін басқаларға көмек бересіздер осы кездері. Яғни басқаларға өте қатты жаныңыз ашып тұрады, көмек бересіз, және де өзіңіздің балаларыңызға көбірек көңіл бөлесіздер осы кезде. Одан кейін романтикалық партнеріңізға да көп уақытыңызды сонымен бірге өткізуге, соған көңіл бөлуге тырысатын боласыздар. Одан кейін 23 күні бізде Меркурий планетасы келіп, сол 5-ші домдарыңызға кіретін болады. Бұл жерде сіздерде кішкене творческий жақтарыңыз ашылады. Жалпы 5-ші дом бізде адамның творческий жағы, шығармашылығы адамның. Меркурий 5-ші домға кірген кезде бұл жерде балаларыңыздың жұмыстарымен, балаларыңыз қандай да бір интеллектуальный кружоктарға апаруыңыз мүмкін. Шахмат деген сияқты мысалға,
немесе сурет салу деген сияқты сондай бір кружоктарға жазып, солардың жұмысымен сондай жерге бір құжаттар өткізуіңіз мүмкін, немесе өзіңіз мастер-класстарға баруыңыз мүмкін. Сурет салу, шығармашылық творчествомен байланысты мастер-класстарға баруыңыз әбден мүмкін. Одан кейін 24 ақпан күні бізде ай толатын болады. Ай сіздердің 11 домдарыңызда бикеш белгісінде толатын болады. Жалпы ай толған кезде айтамын, бір қорытынды, кульминация, бір итог жасайтын боласыздар. Енді соңғы 2 апта бойы сіздер өзіңізге ұнайтын жұмыстарды жасап, сондай нәрселермен айналысып, балаларыңыздың жұмысымен айналысып, қарбалас болған болсаңыз, онда ай толған кезде көбінесе көпшілік ортада боласыздар. Яғни көп адамдардың ортасында. Өйткені 11 дом бұл сіздің достарыңыз, мүмкін сіз осы кезде достарыңызға көмектесесіз, сонда сол достарыңыздың бір жұмыстарымен, мәселесімен жүресіз, немесе солармен кездесу болуы мүмкін. Одан кейін бұл жерде сіздер өзіңіздің қарым-қатынасыңызға байланысты қандай да бір шешімдер жасауыңыз мүмкін. Яғни өзіңіздің романтикалық партнеріңізбен қарым-қатынаста бір шешімге келетін боласыздар. Жалпы ай толған кезде окончательный бір шешім жасайтын боласыздар. Яғни бұл сіздердің жаңағы романтикалық партнеріңізға байланысты болуы мүмкін. Өйткені осы кезде егер сіздерде қандай да бір түсініксіз қарым-қатынас болса, сондай қарым-қатынастарды сіздер өте серьезно қабылдайтын боласыздар. Яғни серьезный шешім жасау керегін осы сәтте түсінетін боласыздар. Және де сол шешімді тез арада қабылдауға тырысатын боласыздар. Енді бұл жерде сіздердің бұрынғы қорқыныштарыңыз болуы мүмкін. Бұрынғы қорқыныштарыңыз сізді мазалауы мүмкін. Яғни бір жаман ойлар мазалауы мүмкін. Немесе өз-өзіңізді кінәлауыңыз мүмкін. Қандай да бір өтіп кеткен мәселелерге байланысты, сондай өтіп кеткен ситуацияларға байланысты өзіңізді кінәлауыңыз мүмкін. Сондықтан осы ай толған кезде жалпы плюс-минус 3 күн дедім ғой, сол арада сіздер осындай бір өз-өзіңізді кінәлау сезімдерінен арылғандарыңыз жөн. Яғни сол нәрселеріңізбен жұмыс жасағандарыңыз жөн болады сол кезде. Жалпы осы айға арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз осындай. Осы айдағы планеталардың барлығы алдыға жүргендіктен, ешқандай ретро болмағандықтан өте мощный энергия болады. Осы айдың энергиясын өздеріңізге тек жақсы жағынан пайдаланыңыздар. Ең бастысы потоктан қалмаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.